Қайырлы күн, құрметті көрермен. Эфирде араға 2 апта салып Әуесқойлар лигасы қайта оралды. Бүгін осы екінші турдың аясында алғашқы турда Қосшы командасы мен Көктал командасы өнер көрсетеді. Көктал командасы алғашқы турда Есіл атты команданы 7-1 есебімен жеңіп, кестеміздің бірінші орнына жайғасқан болатын. Ал Қосшы командасы болса да, олар да 4-1 есебімен ауыл командасын жеңіп, 3 ұпай жинап, голдардың айырмасымен 4-ші орынға орналасты. Өте қызықты ойын болады әрине. Жалпы командалардың құрамымен ойын барысында танысамыз, себебі лиганың бір ерекшелігі Әуесқойлар лигасы болғандықтан ойыншылар кері алмаса алады. Көктал командасы көк формада, яғни көк жейдеде, ал Қосшы болса әдеттегідей қызыл қара аралас жейдемен алаңға шықты. Ойыншылар дайын, тек қана төрешінің ысқырғын күтудеміз. Осы белгі бергеннен кейін ойын басталады. Әзірге ойын алдындағы соңғы пысықтау жұмыстары жүріп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай допты ойынға Қосшы командасы қосты, ойын басталды. Сол жақ қапталға пас. Әзірге 2 апталық үзілістен кейін ойыншылар допқа алаңға кері үйренгенше 10-15 минут керек болатын шығар. Жалпы біздің лигамыз қарапайым, яғни кәсіби футболдың ережелерімен 2 тайм 45-45 минуттан өтеді. Әзірге 2 команда допты жай ғана сезіп жатыр. Манеждің ішіндегі атмосфераға, ауаға үйреніп жатыр. Сондықтан да бастапқы минуттарда бірден алға қарай жүгіре салулары бірталай. Доп Көктал командасының айып алаңына жақын. Мүмкін тіпті тез гол көріп қалатын шығармыз, менің сөзіме, яғни керісінше болып. Сол жақ қапталмен шабуыл, бұл шабуылды Қосшы командасы жасап жатыр еді, алайда Көкталдың жігіттері допты бірден тартып ала білді. Бірақ көп ұзамай доп аутқа да кетті. Ендігіде доп Қосшының иелігінде, Қосшының капитаны 97-ші номерлі ойыншы. Әуесханов Нұржан болатын. Алайда Қосшы командасы допты өте жоғалтып алды. Ендігіде сол жақ қапталмен шабуыл Көктал командасының, орталық шепке пас. Соққы бола ма екен? Жоқ, соққы жоқ. Қосшылықтар қорғаныста өте сенімді ойнай білді. Доп ендігіде Қосшыда, оң жақ қапталмен шабуыл. Алайда айып алаңына доп жетпеді. Ойынның алғашқы бұрыштамасы 2-ші минуттың аяғына қарай қойылды. Бұрыштаманы тез бастап кетуді шешті. Не істейді екен? Әулете асырылған пас, алайда бұл пас Көкталдың қорғаушысынан аса алмады. Ал бұл жерде ойын ережесі бұзылды. Қорғаушының қолына тиіп кеткен болу керек доп. Енді Көктал командасы ешқайда асықпай өзінің мүмкін тактикалық шабуылына көшіп көреді, мүмкін шабуыл шебіне қарай диагональ пас берді. Өте керемет пас, оң жақ қапталға жеткен пас. Не болады екен? Алайда қорғаушылар бұл пасқа дайын болды. Доп Көкталда, орталық шепке пас. Сол жақ қапталда қарбалас. Нәтижесінде доп Қосшы командасының иелігіне өтті. Аут. Допты ойынға қосатын қорғаушы Жолдыбаев Алтынбек. Алтынбек алға қарай пас берген, алайда оның пасына шабуылшылардан гөрі қорғаушылар тезірек жетуде. Әзірге алғашқы минуттардың қорытындысы бойынша қорғаушылар деген сөзді өте көп айтқан сияқтымын. Себебі
нақты бір шабуыл көре алмай жатырмыз. Ал қазір сол жақ қапталмен шабуыл. Мүмкін осы шабуылдан гол болып қалар. Доп қосшыда. Қызыл жейделі жігіттер мүмкін осы сәттен гол сала ма деген үміт болған. Алайда айбалаңнан кірген бойда допты жоғалтып алды. Жолдыбек Алтынбек алға қарай асырған. Алайда бұл пастан кешірім сұраймын. Нақты бір голды көріп үлгермедік. Доп сол жақ қаптал бұрышта. Көкталдың қорғаушынан шықты дейді. Ендігіде қосшы тез ойынды бастады. Соққы бола ма екен? Соққы, және бұл соққы голға айналмады. Соққыны жасаған Қанатұлы Наурызбай. 10 номерлі шабуылшы бүгінгі ойынның есебін ашуға сәл ғана қалған, тек қана оған реализация жетіспеді. Мүмкін осы соққыны өзінің ыңғайына келтіріп дәл орындай алғанда есеп ашылар ма еді. Көктал командасы қорғаныстан шығуға тырысады. Қақпашы арқылы ойнап жатыр. Ешқайда асықпайды қақпашымыз. Алғарай асырды. Алайда бұл пасқа бірінші болып тағы да қосшы жетті. Қосшылықтар не істейді? Соққы бола ма? Жоқ. Қосшыдан Көкталға дейін демекші Астананың екі шетінде орналасқан екі команда өздерінің аудандарының намысын қорғап жатыр. Осы турнирде, осы лигада қызыл жейделі команда. Қосшы шағын қалашықтың намысын қорғаған болса, Көктал командасы қаланың ішіндегі қаланың, яғни сол жақ жоғарындағы ауданның намысын қорғайды. Сол жақ қапталда Көкталдың иелігінде орталық шепке пас. Оң жақ қапталға ауыстыра білді. Ендігіде не істейді екен? Топ әлде Көкталда. Оң жақ қапталмен шабуыл болатын секілді, алайда бұл шабуылға кім бірінші жетеді? Жоқ. 2-13 номерлі ойыншылардың қақтығысының нәтижесінде Көкталдың вингері шабуылшысы 13 номерлі Қойшеккен Дінислам ереже бұзды. Қойшеккен Дінислам өткен ойында бір голмен көзге түскен ойыншы, 7-1 есебімен есілді жеңген кезде дәл осы ойыншы 7 голдың біреуінің авторы атанған еді. Мүмкін бүгінгі ойында өзінің екінші голында соғып қалар. Және тағы да бір айта кететін қызықты маңызды ақпараттардың бірі, екі командада өткен ойындарында өздері жеңіске жетіп, бір-бір ойыншыдан Man of the Match, яғни ойынның үздік ойыншысы атағын алған. Бұл ойыншылар Қайырбеков Дархан Қосшы командасының сапында, ал Көктал командасының сапында мұндай атақты Сабитов Ренат алған еді. Қайырбеков Дархан өткен ойында бір гол және бір нәтижелі пас жасап көзге түскен болса, ал Ренат 3 гол салып, 2 нәтижелі пас жасаған екен. Бұл өте керемет көрсеткіш, яғни 7 голдың 5-еуінде осы Сабитов Ренат ойынға қосылып, өзінің командасында осындай ірі есеп тіркелуіне көмектескен еді. Мен статистиканы айтып болғанша Қосшы командасының қауіпті шабуылы болып жатыр. Соққы болмай қалды, алайда өте жақсы пас еді бұл. Бірақ шабуыл әлде жалғасуда. Екінші темппен шабуыл, соққы бола ма екен? Соққы, және бұл гол емес. Өте керемет соққы. 33 номерлі Қосшының шабуылшысы Озат Қасиет. Жақсы соққы жасаған, алыс бұрыштың алтылығына әдемі бағытталған бұл соққы голға айналуына сәл ғана жетпей қалды. Бірақ та егерде футболдың тілімен айтқанда XG деп айтатын болсақ, бұл 0,95 пайызға, яғни 99,5 пайызға, 95 пайызға десек те болады, голға жақын болды. Ендігіде Көктал командасы допты ойынға қосады. Яғни қақпашымыз Сайлауов Ерке болат болу керек, қателеспесем. Бірден 4 ойыншының ортасынан керемет пас бере білді және прессингтен осылайша Көкталдың жігіттері шыға алды. Бірақ қайтадан қорғаныспен ойнауды дұрыс деп шешті.
Алға қарай Көкталдың асырған пасы еді, алайда бұл допқа Қосшының жігіттері ал нақтырақ айтатын болсақ 97 номерлі белсенді ойыншыларымыздың бірі Әуезханов Нұржан жеткен. Әуезханов Нұржан өткен ойында бір гол мен көзге түскен. 1-4 есебімен жеңген сол матчта кереметте, яғни жеңістің себепшісі болған бір голдың авторы атанған осы қорғаушы бүгінде сенімді түрде қорғаныста өнер көрсетіп жатыр. Мүмкін бүгін тағы да сондай керемет ойын көрсететін шығар. Ал бұл ойындағы алғашқы ойын алмасу 9 минутта орын алып жатыр. Бірден 3 ойыншы шығатын сияқты алаңға. Жалпы ойыншылардың барлығының есімдерін ауысқан сайын атап отыру яғни міндетті емес, себебі екі командада жалпы алғанда 25-25-тен ойыншы, яғни 50 ойыншының бәрінің есімін әр ауысқан сайын атап отыру өте ыңғайсыз және де себепті қажет етпейді деп санаймын. Себебі бұл ойыншылар алаңға кіріп шығып жүре бере алады. Себебі деп неше рет айтып кеттім. Себебі бұл ойыншылар, яғни біздің лигамызда қайта ауысуға рұқсат етілген. Бұрыштама добынан берілген пас еді Айбалаңына, алайда бұл пастан нәтиже шықпады. Дегенмен Әуезханов Нұржан екінші теппен соққы жасап үлгерді. Бұл шабуылдың өзінде де жоқтан бар жасай білетін бұл ойыншы қорғаныста да, орталық шепте де, шабуылда да керемет ойын өрнегін көрсетіп жүр. Небәрі екінші ойын болса да есімі жатталғанынан бірден білуге болады. Ал қазір сол жақ қапталмен керемет шабуыл басталған еді. Қосшының 12 номерлі ойыншысы Қайырбеков Тархан болу керек. Үздік ойыншы барлық жерде де үздік. Ал қазір төрешілер ойыншылардың бутсы кигендіктерінен ойында әзірге тоқтатып жатыр. Себебі, яғни Әуесқойлар лигасы болғандықтан бутсымен ойнауға рұқсат етілмейді. Тағы да ойыншылар алмасып жатыр. Үшінші бұрыштама. Бұл бұрыштаманда үй тапсырмасын жасауға бел буды команда, алайда пас жақсы болғанымен соққы тым биік кетті. Ендігіде тағы да Көкталдың қақпашысы Сайлауов Еркеболат допты ойынға қосады. Әзірге есеп 0-0. Қақпашы өзінің қорғаушыларына, ал нақтырақ айтсақ, Жетесов Асланға пас берді. Аслан не істейді? Аслан қақпашқа қайтарады. Ал қақпашы алға қарай асырған болатын, бірақ та бұл допқа бірінші болып Жолдыбаев Алтынбек жетті. Сол жақ қапталдың қорғаушысы. Өте керемет ойнап жатыр. Ал қазір ереже бұзылды. 17 номерлі ойыншы Сүлейменов Мейрамбек болу керек ережені бұзған. Ал соққыны орындайтын Озат Қасиет немесе дәл жаңа айтып кеткен Жолдыбаев Алтынбек. Кім тебеді екен? Топтың жанында команда капитанында тұрған еді, алайда Әуезханов Нұржан кетіп қалды топтың жанынан. Ал соққы қақпадан тым қиыс кетті. Тағы да
Доп Көкталдың қақпасының жанында, бірақ та ендігіде қорғаушы допты ойынға қосады екен. Алға қарай асырды. Шабуылда кім бар? Әзірге ешкім нақты жоқ. Соққы бола ма екен? Қауіпті шабуыл. Қақпашыға қарсы ереже бұзылғандай көрінген маған, бірақ та төреші ешқандай ереже бұзылмады, ойын жалғастырыңдар дейді. Соққы, және бұл соққы қақпадан сәл ғана биік кетті. Есеп әлде 0-0. Осылайша алғашқы 15 минут құрғақ өтіп жатыр. Мүмкін енді ойыншылар тіріліп десек те болады, алаңды сезіп десек те болады. Бастап қазір голдардың легінде көріп қалармыз, себебі екі команда да гол соғуға, яғни шабуылға бағытталған ойынды қойған. Екі команда да сондай ойынды қалайды. Әрине ешқайсысы да екінші номермен ойнауға дайын емес. Алаңға бүгін біз қожайынбыз деп шыққандары көрініп тұр. Ал қазір сол жақ қапталмен керемет пас болған, оң жақ қапталға, бірақ та бұл шабуыл голсыз аяқталды. Қорғаушылар тағы да дайын. Әлде сол жақ қапталмен шабуыл. Қосшы командасы орталық шепке пас. Доп оған қайтарып берген допты оған. Алайда қабырға тәсілін жақсы, яғни пайдаланғанымен орталық шептегі ойыншы допқа үлгермей қалды. Ойын алмасулар өтті. Көкталдың командасында кезекті допты қосуға мүмкіндік. Алға қарай асырды, бірақ та тағы да айтам, шабуыл шебінде Көкталдың бірде-бір ойыншысы жоқ. Кімге беріп жатыр? Шабуылшылар қайда деген сұрақтар мен мазалайды. Мені мазалағанымен ойыншыларды әзірге мазаламай тұр бұл сұрақ, яғни нақтырақ айтсақ қақпашы мен қорғаушыларды жай ғана алға қарай асырып жатыр. Мүмкін бірінші таймнан кейін қандай да бір өзгерістер жасау керек шығар. Мүмкін шабуыл шебінде ойыншыларды көбейту керек шығар. Ал қазір көріп тұрсақ, нақты айтсақ, орталық шепте нақты бір форвард көрінбейді. Екі флангта вингерлердің орналасқанын көріп тұрғанымызбен шабуылшы мүлдем жоқ сияқты. Көктал әдемі әзірге шабуылдармен көзге түспесе де допты сенімді түрде ұстап жатыр. Мүмкін қарсыластың қателігін күтіп жатқан шығар. Оң жақ қапталмен өте әдемі шыққан еді, бірақ та бүгінгі кездесудің ең белсенді ойыншысы Жолдыбаев Алтынбек өзінің қапталына шабуылды өткізуге мүлдем мүмкіндік бермей жатыр. Өте керемет диагональ пас еді, алайда бұл пас 74-ші номерлі шабуылшылардың бірі, Көктал командасының шабуылшыларының бірі, нақтырақ айтсақ, Умархан Сұлтанның қолына тек кеткен екен. Доп Көктал жігіттерінде 70-ші номерлі қорғаушы алға қарай асырған еді, бірақ та яғни Төлеусерік Шыңғыстың бұл пасына адресат табылмағандай. Яғни бұл пасқа бірінші болып Умархан Сұлтан барған, бірақ та доп аутқа шығып кетті. Ендігіде басқа қорғаушы 13-ші номерлі
Ал қазір доп біздің фотографқа тиіп кетті. Кейде осылай фотограф алаңға шығып кететіні бар, себебі тағы да айта кетейін, бұл әуесқойлар лигасы екенін ұмытпауымыз қажет. Барынша еркіндік рұқсат етілген. Зато сенде әдемі фото болады. Одан артық не керек? 90 минут футбол ойнадың, демалдың. Кешке инстаграмға 2-3 фото салып қойдың. Сосын жұмыстағылар сені өте мықты футболшы деп сөз етпей ма? Ал қазір оң жақ қапталмен шабуыл, әзіл-әзілімен, бірақ футболға назар аударғанымыз жөн. Оң жақ қаптал, Қосшы командасының соққысы және бұл гол! Есеп ашылды. Қосшы командасы 0-1 есебімен, 1-0 есебімен алға шықты. Голдың авторын менен өте алыс болғандықтан нақты көре алмадым, бірақ та қазір бәрі бір ойыншыны құттықтап жатыр. Оның кім екенін номер арқылы түсінеміз. Міне басында, как раз басында бір шашын көтеріп қоятын белгісі де бар екен бұл. Есімін көреміз, сол аяқпен өте керемет соққы жасап, тоғыздыққа дәл бағытталған соққыны голға айналдыра білді. Керемет гол, керемет соққы. Және есеп 1-0. Ал голдың авторы 33-ші номерлі Озат Қасиет. Есеп ашылды. Ойынның 20 минут өтті, яғни бірінші таймның экваторына да жақындап қалдық. Ендігіде Көкталдың жігіттері одан әрі белсендірек ойнайтын шығар. Себебі қарсыласқа гол салдырып қойып, өздері қарап тұрмайды бұл жігіттер. Бұл жігіттердің де қауқары гол салуға, тіпті алға шығуға жетеді. Оң жақ қапталмен шабуыл, соққы және бұл гол! Есеп 2-0. Қосшылықтар одан әрі алға шықты. Есепті еселеген. Қателеспесем, мүмкін қателессем, қазір көреміз нақты кім екенін. Бірақ өте керемет гол болды. Оң жақ қапталдан бұл ойыншылар жақсы деген шабуылдар жасап жатыр. Ал голдың авторын дәл көре алмай қалдым. Бірақ голдың керемет болғаны сөзсіз. Алыс бұрышқа дәл соққы жасап гол сала білді. Көкталдың жігіттеріне жаңа ғана шабуылға шығып бастау керек еді. Қазір тіпті 2 еселеген күшпен өзінің шабуылын мықты қыла түсу керек бұл ойыншылар. Себебі есеп небәрі 1-0 емес, 2-0-ге жетті. Қазір бір ойыншымыз жарақат алып қалған секілді. Не болды екен? Осы сәтті пайдаланып ойыншылар су ішіп үлгеріп жатыр, яғни әлем чемпионатының тілімен айтқанда hydration break, қазақша айтқанда шөл басар үзіліс. Бұл үзілісті өте жақсы пайдалана біліп жатыр командалар. Ал қазір доп Қосшыда. Қосшы 2 голдан кейін мотивация, адреналин бәріне той болған. Бірақ дәл сондай сәтте концентрацияны жоғалтып алмаса болды. Көкталдың оң жақ қапталмен шабуылы, неткен керемет пас, соққы бола ма екен? Соққы да болды, алайда бұл соққы голға айналмады. Соққыны жасаған Ербеке Ербол.
Ербеке Ерболдың соққысы қақпаға емес қорғаушыларға тиген. Ал қазір көкталдық ойыншылар қосшының қарымта шабуылын тоқтатамыз деп ереже бұзды. Ойыншылар алмасып жатыр, тағы да бір ойыншы жарақат алып қалып, яғни мерзімінен ерте алаңнан кетті. Әзірге 25 минуттың қорытындысы бойынша есеп 2-0 Қосшы алда. Ал қазір Көктал кезектері допты өзінің қақпасынан қосып жатыр. Бұл жігіттерге жай ғана алға асыра бермеу керек, яғни жаңа айтып кеткендей қарсыластың тактикалық қателіктерін іздеп, сол қателіктерді сенімді пайдалана алса, голдың да ауылы алыс емес екені сөзсіз. Ал қазір Озат Қасиеттің тағы да бір соққысы қақпадан биік кетті. Ойыншылар алмасуда. Кезекті өзгерістер. Ал қазір өтті алып ойыншы Қосшының қорғаушысы Сағынғалиев Әлішер алаңға шығып жатыр. Сағынғалиев Әлішер өткен турда бір голдың авторы атанған, тіпті мүмкін осы ойында да өзінің өткендегідей керемет ойынын бізге паш етіп, есепті 3-0, тіпті 4-0-ге жеткізетін шығар. Ал қазір Көкталдың шабуылы, оң жақ қаптал, кешірім сұраймын, сол жақ қапталмен шабуыл бастаған, бірақ та қақпашы допқа бірінші болып жетті. Қосшының орталыққа пасы, сол жақ қапталмен шабуыл жалғасып жатыр. Бір ойыншыны алдағандай болған, алайда пас берген екен. Әлде доп Қосшыда, допқа үлгере ме? Жоқ, допқа бірінші болып алаң шетіндегі борт жетті. Бірақ та шабуылшы да бұл допқа жетуге талпынған. Көктал оң жақ қапталмен шабуылға шығуға тырысып жатыр. Озат Қасиет оған кезергі жасап жатыр, және де доп тартып алам деп байқамай ережеде бұзып жіберді. Әзірге ойыншылар бауын байлап алу үшін шағын ғана үзіліс берілді. Төреші алыс бұрыштағы ойыншыны көріп, ойынды тоқтата тұрды. Көкталдың алға қарай берілген пасы еді, алайда бұл пасқа тағы да Қосшының ойыншылары жетті. Ал қазір Озат Қасиет концентрациясын жоғалтқандай, қарсыласты менсінбегендей болды ма? Пасты аяғының сыртымен беруге тырысқан. Бірақ бұл пас голға айналмады. Кешірім сұраймын, бұл пас голға емес, бұл пас сенімді түрде жетпеді. Ендігіде доп қайтадан Қосшыда. Мен Озат Қасиеттің қателігін айтып болам дегенше Көкталдың жігіттері доп жоғалтып алған екен. Өткен ойында 7 гол соққан бұл команда мүмкін бүгінде сол 7 голын қайталайтын шығар, себебі есеп небәрі 2-0. Ал ол голдар 2-ақ минутта соғылған. Ал Левандовскийдің кезінде 9 минутта пентатрик жасаған білет шығарсыздар. Ал бізде ойынның небәрі 30 минут өтті. Алда әлі 60 минут футбол бар. 60 минутта 60 болмаса да 6 гол соғуға мүмкіндіктер болатыны сөзсіз. Және Көкталда гол соға алатын ойыншылар аз емес, жеткілікті. Олар Сабитов Ренат, жаңа айтып кеткенде өткен ойынның үздік ойыншысы, 3 гол және 2 ассист жасаған бұл шабуылшы керемет ойын өрнегін көрсетуі мүмкін. Және
Ербеке Ербол да осы яғни тізімге есіме қосылатын ойыншылардың бірі, себебі ол да 2 гол және 1 ассист берген өткен ойында. Және жаңа айтып кеткендей Қойшекен Дінислам өткен ойында 1 голмен көзге түсті. Бізде протоколда тағы 1 гол көрсетілмеген. Демек, менің тұжырымым бойынша мүмкін шын шығар, мүмкін дұрыс емес те шығар. Ол гол автогол болған сияқты. 2 апта өтті, бәріміз менде түсінетін шығарсыздар. Ойындар ұмытыла бастады, бірақ та осындай әр ойын сайын 2 команданы зерттеу керек. Бапкерлермен пара-пар жұмыс жасайтынымызда сөзсіз. Ал қазір ереже бұзылды. Көкталдың керемет мүмкіндігі. Ал бұл жерде гол болғанымен ойыншылар ойыннан тыс қалған екен. Офсайд. Төреші сқырықтан кейін допты ойынға қосыңдар деп шағын үзіліс жасап жатыр. Ойыншылар алмасады қазір. Төреші ойыншыларға барынша тез ауысыңдар, уақыт жүріп жатыр деген ескерту жасап жатыр. Тіпті бәріміз қазір әлем чемпионатын, яғни дүбірлі доданы көріп жатқан шығармыз. Сол дүбірлі додада 10 секундтың ішінде, мүмкін 5 секунд па 10 секунд па қателескен болуым керек. Сол уақыттың ішінде ойыншы алмасып үлгермесе 1 минутқа алаңға қосылуға, яғни рұқсат етілмейді. Тіпті жолдастық кездесулерде Япония дәл солай ереже бұзып алып, 1 минутқа ойыншыға кем ойнап, сол 1 минуттың ішінде қарсыластар гол соғып үлгерген еді. Яғни төрешінің барынша кешірімді екенін түсінеміз, бірақ та егер шамадан тыс уақыт созылып кетсе, дәл сол ережелердің біздің лигамызда да орын алатыны уақыттың еншісінде. Доп Қосшыда. Бүгін түнде Англия мен Францияның арасында өткен ашық есіктің көрген бұл жігіттер алаңға дәл сол ойынды қайталаймыз деп шыққан шығар. Бірақ әзірге тек 2 гол көрдік, бірақ әлі алда. Жаңа айтып кеткендей 1 сағат уақыт бар. 1 сағат дегеніміз 6 минуттың 10 минуттың 6-ауы. Сондықтан да 6, тіпті 7 гол тағы да көріп қалатын шығармыз. Мүмкін сол түнде болған 3-ші орынға кездесудегі есеп қайталанып та қалар. Қосшының тағы да бір шабуылы. Әзірге ойын барысында Қосшы қорғанысқа жатуға асықпайды. Тіпті 3-ші гол салуға тырысып жатыр. Мүмкін киім ауыстыратын бөлмеге кетпей тұрып, үзіліске дейін 3-ші, 4-ші голда соғып, 2-ші таймға одан да еркін, яғни тонуспен, темппен шыққылар келіп тұрған шығар. Ал Көкталға барынша асығу керек. 1-ші тайм болғанымен бұл жерде физикалық күштен бөлек психологиялық, яғни менталды күште өте маңызды. Ал қазір қорғаушының ереже деппін ғой, қателік жасау мүмкін еді, яғни ойында өзінің қақпасының жанында. Жаңа айтып кеткендей, менталды дайындықта өте маңызды. Яғни ойыншы психологиялық түрде шаршап қалса, қанша жерден сенің физикалық күшің мықты болсын, психология жағынан ойыншы сынып қалса, көптеген дүниелері жүзеге аспайтыны анық шығар. Ал қазір Озат Қасиет, керемет голдың авторы, бұрыштама көтерейін деп жатыр. Последние 5 минут замены.
Команда уведомлена раз, последний раз. Сейчас сколько у нас? А? 33. Көкталда болған. Мен Көктал деп едім, бірден қосшылықтар тартып алды. Сол жақ қапталмен Көкталдың жаңа шабуылы ортаға қарай ойысты. Керемет пас. Мүмкін қазір Ербеке Ербол. Керемет нәтижелі пастың авторы атанып, өзінің командасына есепті қысқартуға көмектесуге сәл ғана қалған, бірақ та бұл пастан кейінгі соққы голға айналмады. Ал қазір әлі де Көктал жігіттері шабуыл жасап жатыр еді, алайда бұл шабуыл тағы да нәтижесіз аяқталды ағайын. Қосшылық жігіттер оң жақ қапталмен шабуыл бастап жатыр. Айбалаңна пас. Бұл пасқа бірінші болып Көкталдың қорғаушылар жетті. Ал қазір орталық шепке қарай асырған. Ортада жалғыз ғана қосшының ойыншысы. Соққы, алайда бұл соққы голға айналмады. Қорғаушылар құдды бір Қытай қорғаны секілді допты өздерінің денесімен тіреп алып, голдың салынуына мүмкіндік бермеді. Көктал допты тартып ала білді. Ербеке Ербол сол жақ қапталмен шабуыл жасап жатыр. Не істейді екен Ербол керемет спринт жасап бір ойыншыны өте алды. Соққы бола ма? Иә. Соққы болған, бірақ та қақпашы 99 номерлі Жабытай Сержан бұл соққыға дайын болды. Бұрыштама добы. Мүмкін осы бұрыштамадан Көктал есепті қысқарта білетін шығар. Ойынның 36-шы минуты. Тамам. Негізгі уақыттың аяқталуына, негізгі таймың аяқталуына 9 минут қалды. 9 минуттан да аз уақыт қалды. Мен сөйлеп болғанша әулет жасырылған пас. Алайда бұл допқа бірінші болып қосшының жігіттері жетті. Ендігіде қарымта шабуыл болуы мүмкін. Сол жақ қапталмен шабуыл бастап жатыр. Наурызбай Қанатұлы. Бір ойыншыны алдауға тырысқан еді, бірақ та қорғаушылар оның айла тәсілдерін түсініп қойды. Ал қазір қосшының кезекті бұрыштамасы. Не істейді екен? Әулете асырды, соққы, және бұл соққы сәл ғана қиыс кетті. Айнспек. Топ қосшыда. Ойынның басынан бері Көктал командасы бірінші таймдағы осы тактикалық қателік болу керек. Допты ойынға қосқанда қақпашы немесе қорғаушы допты ойынға қосқанда жай ғана алға қарай асыра салады. Ал ортада нақты бір форвард орналаспаған. Сол форвардтың жоқтығынан, яғни форвардтың жоқтығынан допты бірден қосшы командасы өзінің елігіне алып кетіп жатыр. Ендігіде Көктал командасы тағы да бір шабуыл жасағысы келген, тағы да ортаға береді. Тағы да қосшының жігіттері орталық қорғаныстан допты тартып ала біліп жатыр.
Әні міне дегенше 39 минутқа да келіп жеттік. Екінші таймның, яғни бірінші таймның кешірім сұраймын, аяқталуына 6 минут қалды. Және алғашқы таймдағы соңғы өзгерістерді дәл осы паузадан кейін жасап алуға рұқсат, ал одан кейін, яғни соңғы 5 минутта лигамыздың ережесі бойынша ойыншылар алмасуына рұқсат етілмейді. Ал бұл жерде гол! Қорғаушылардың қателігін керемет пайдалана білген. Бұл ойыншылар. Автоголдың авторы атанды. Ал қазір төрешілер ақылдасуға келді, яғни бір-бірімен ақылдасып алады. Нақты бір VAR жүйесіне ұқсас. Төрешілер, яғни қосымша сарапшы төреші алаң жиегінде отырып бақылайды, және де сол өзінің бақылауын мүмкін бас төрешінің қателіктерін айтып, шақырып оған кеңестерін айтады. Ал кейін бас төреші сол кеңестерге сүйеніп жаңа шешім қабылдайды. Ал қазір гол болды ма екен, жоқ па екен, соны нақты төреші айтады. Гол болмады дейді төреші. Және есеп 2-ден болып қалады. Шабуылдағы ереже бұзу. Яғни сарапшы төрешінің көмегінің арқасында голдың болмауына, яғни осындай көмек жасады. Шабуылдағы фол. 42 минутқа да келіп жеттік. Үзіліске дейін Көктал командасы есепті қысқарта ала ма екен? Қысқартса, екінші тайм өте қызықты болу керек. Қысқартпаса да екінші тайм қызықты болу керек, себебі тактикалық өзгерістер жасайтын сөзсіз командалардың. Ал қазір доп Ербеке Ерболдың арқасына тиіп кетті, бірақ та доп әлде командада қалды. Көктал командасы сол жақ қапталмен шабуыл. Ербол не істейді? Бір ойыншыны алдауға тырысқан, бірақ та команда капитаны Әуесханов Нұржан қарсыластың дриблингіне жол бермеді. Бірақ доп әлі Көкталда. Қайтадан Ерболға пас, бірақ та Ерболды бір емес, бірден 2 ойыншы жауып алған екен. Сондықтан да доптан айырылып, қосшының қақпашысы допты ойынға қосуға тырысып жатыр. Жаңа шабуыл бастап көреді қосшы командасы, кешірім Көктал деген келген. Мүмкін осы шабуылдан есеп 3-0-ге жетіп қалар, немесе допты тартып алып Көктал қарымта шабуыл жасар. Ал мүмкін осы есеп қалар. Оны қазір алдағы минуттарда көреміз. Топ Көкталда, көк жедел команда, көк қара жедел қасқырлар. Сол жақ қапталмен шабуыл жасап жатыр. Ербеке Ербол доппен. Ербол не істейді? Тағы да Әуесхановқа қарсы, яғни команда капитаны мен Ерболдың қақтығысын жиі көріп жатырмыз. Осы қақтығыс екінші таймда одан да қызық болатын шығар. Ал қазір доп қақпашыда. Сержан Жабытай. Оң жақ қапталға пас берген. Қасиет Озат Қасиет оң жақ қапталмен шабуылды бастағысы келген. Қайшылап тұрып өзінің ойыншысының алдына пас түсіріп берген, бірақ та доп аутқа шығып кетті. Ендігіде сол аутқа шығып кеткеннен кейін Көктал командасы допты ойынға қосады. Соңғы минуттар Көкталдың иелігінде өте ме екен? Әлде қосшының жігіттері
Есепті 3-0-ге жеткізеді ме екен. Әзірге доп Көкталда. Сол жақ қапталмен шабуыл. Соққы жасап көрген, алайда соққы бірден ең жақын ойыншыға тиіп кетті. Доп әлде Көктал командасының иелігінде қалады. Соңғы минуттар, соңғы шабуылдар болуы мүмкін тіпті. Ауттан Айбалаңына берілген пас. Ешқандай да ереже бұзылған жоқ дейді төреші. Көктал командасының шабуылшысы құлап қалған еді, алайда қосшының қателігінен тым дөрекі ойын ережесін бұзғандықтан Көктал командасы соңғы минутта қауіпті айып добын орындауға мүмкіндік алды. Мүмкін осы соңғы шабуылда гол салынып, есеп қысқарып қалар. Ал қазір ойыншылар қақтығысып жатыр. Түсініспеушілік болып қалғандай, төреші де барынша үзіліс жасап жатқандай. Бұл футбол болғандықтан белеске, яғни мұндай ойындарға жол жоқ, сондықтан да барынша мұндай дөрекі ойынға емес, футболға көңіл бөлген дұрыс. Ал қазір алаңда әлі де қақтығыс тоқтаған жоқ. Мүмкін төреші бірнеше ойыншыға қызыл қағазда көрсетіп қалар. Өткен турда 4 ойынның 3-інде қызыл қағаз көрген едік. Бүгін тағы да көретін сияқтымыз. Ал менің ойымша нақты бір осы қақтығысты бастаған 2 ойыншыға сары қағаздан көрсетіп, әзірге, яғни міне төреші де сары қағаздан көрсетіп жатыр 2 ойыншыға да. Және сол сары қағазбен бірнеше ойыншыны жазалап, барынша кешіргенде, төрешінің кешіріммен қарағанын лигамыздың әуесқойлар арасында өтіп жатқанынан түсіне аламыз. Бірден 4 ойыншыға сары қағаз көрсетті. Міне тағы да ойыншылар бар, әне 5-ші ойыншы. 6-ші ойыншыға, 6 ойыншыға бірден сары қағаз көрсетті төреші. Бір емес 6 ойыншы сары қағаз алды, және төреші өзінің көмекшілерімен ақылдасып 7-ші сары қағазын көрсетті. 7 сары қағаз. Бір қақтығыстың ішінде. Және айып добы орын алғаннан кейін бірінші тайм аяқталатыны сөзсіз. Осы айып добынан гол көреміз бе? Төреші сықыруда қазір. Мінеке сықырды, соққы бола екен, соққы, және бұл соққы голға айналмады, қорғаушылары тиді, алайда доп әлі де Көкталда болған. Осылайша алғашқы тайм аяқталды, есеп 2-0.
Екінші тайм басталды. Көктал мен Қосшы командалар арасындағы кездесу. Есеп 2-0. Әзірге Қосшы алда. Допты ойынға көкталдықтар қосқан ортадан, алайда бірден қарсыласқа беріп қойды. Қарсылас, қой, сендер бастадыңдар ғой дегендей. Олар да қайырымдылық жасап, допты қайтарып берді. Ендігіде доп қайтадан көкталда. Оң жақ қапталмен шабуыл бастап көреді. Қорғаушылар арқылы асықпайды көктал жігіттері. Мүмкін бірінші таймнан кейін бапкерлерімен сөйлесіп, бірнеше тактикалық өзгерістер жасаған шығар. Мүмкін шабуылда басқаша ойнайтын шығар. Сондықтан да қазір көреміз, қызықтың бәрі алда. Небәрі 45 минут қана өтті, ендігіде тағы да бір 45 минут бар. Доп әзірге Қосшының жігіттерінде. Алайда қорғаныстағы Қарбаластың кесірінен қарсыласқа допты беріп қойды. Ендігіде Көктал шабуыл жасайды. Ербеке Ербол. Сол жақ қапталға пас берген Ербол. Алайда бұл пастан кейінгі соққы голға айналмады. Ендігіде гол болмаса да бұрыштама бар. Мүмкін осы бұрыштамадан есеп қысқарып қалар. Бұрыштаманы орындайтын Көктал командасы, нақтырақ айтсақ, Денислам Көшекен. Көшекен Денислам әулете асыра берді. Алайда алыс бұрышта бұл допқа ешкім жете алмады. Ендігіде Көктал жаңа деммен, жаңа темппен шабуыл бастап көреді. Жақсы пас берген. Алайда бұл пастан кейінгі соққы голға айналмады. Екінші таймнан кейін команданың шабуылда белсендірек екені алғашқы 2 минуттан ақ көрініп жатыр. Осылай шабуылдай берсе тіпті есепті қысқарту түгілі мүмкін алға да шығып кетер. Оны көретін боламыз алдағы 40 минутта. Бірақ әзірге есеп 2-0. Алға қарай асырған пас Қосшы командасының. Айда бұл допқа бірінші болып Көктал жігіттері жетті. Қақпашы арқылы ойнады Көктал командасы, және қақпашы алға қарай асырған. Бұл Сайлау Еркебұлат болу керек. Бірақ Сайлау Еркебұлаттың добына бірінші болып Қосшының қорғаныстағы ойыншылар жетті. Алайда олар да жай ғана алға қарай асыра салып жатыр. Жалпы алғашқы таймның соңында жаңа көрдіңіздер, бірден 7 ойыншы сары қағаз алған, және бұл дегеніміз екінші таймда қызыл қағаздың болуы, яғни болу мүмкіндігі өте жоғары. Мысалға өткен турда, яғни алғашқы турда 4 ойынның ішінде 4 сары қағаз болған екен, және оның екеуін осы алаңдағы ойыншылар, яғни Нұрбек Бақтияр 8-ші номері, алаңдағы командалардың ойыншылары, яғни Нұрбеков Бақтияр және де Аханов Қожабек алған екен. Екеуі де 8-ші номермен өнер көрсету керек болған, бірақ та қызыл қағаз алғаннан кейін бұл ойыншылар бір ойынға шеттетілді. Және олардың орнын бүгін басқа командаластар ауыстыру мүмкін. Яғни басқа біреу қызыл қағаз алып келесі ойында дәл сол тағдырды кешуі ғажап емес. Доп Қосшыда қорғаныстан қалай шығады екен? Қосшының жігіттері қызыл қара жейдедегі бұл команда есепте алда, бірақ та 2-0 деген есеп сусымалы, яғни есеп екенін бәріміз түсінеміз. Яғни бір гол салғаннан кейін команда одан әрі мотивация жинап екінші голды соғуы мүмкін. Соққы, және бұл соққы голға айналмады. Соққын жасаған 13-ші номерлі Қойшекен Денислам. Денислам өте белсенді ойнап жатыр өзінің командаластарының ішінен. Алайда бұл белсенділігі әзірге голға айналмауда.
оң жақ қапталмен жаңа шабуыл, алайда бұл шабуыл басталмай жатып аяқталды. Барынша Көкталдың жігіттері есепті екінші таймның алғашқы 10-15 минутына қысқартуға тырысуда. Әзірге 5 минуттың қорытындысы бойынша өте жақсы шабуылдар, яғни өте жақсы мүмкіндіктер болған. Бірақ та одан да керемет мүмкіндіктердің болатыны сөзсіз, себебі әлі алда 40 минут бар. 40 минут деген өте көп уақыт. Және сол уақыттың ішінде мүмкін жігіттер алға шығып үлгерер. Ал қазір Қосшының жаңа шабуылы. Наурызбай Қанатұлы. Мен неге бұл ойыншыны бірден атайды деп ойласаңыздар, Наурызбай Қанатұлы жай ғана алаңда емес, осылай жексенбі күндері. Тіпті ол жасөспірімдердің ойынын жүргізетін, яғни футбол комментаторы. Сондықтан да оның есімін мен жақсы білем, бұл менің әріптесім. Ал қазір сол жақ қапталға пас, алайда оң жақтан сол жаққа берілген бұл пас ешқандай ойыншыға жетпеді. Яғни нәтижесінде есеп әлі де 2-0. Ал қазір Көктал жаңа шабуылға шығуға тырысып жатыр. Оң жақ қапталмен. Орталық шепке пас, қауіпті шабуыл бола ма екен? Әлде доп Ербеке Ербол бір ойыншыны алдауға тырысқан, бірақ та ол бұл әрекетін сәтсіз орындады. Ал қазір әулете асырылған пас аутқа шығып кетті. Екінші таймның басындағы алғашқы өзгерістер де болып үлгерді. Қосшының жігіттері бір ойыншысын алмастырды. Қазір доп дәл сол қызыл қара жедел командада. Ешқайда асықпайды жігіттер. 2-0 өте ыңғайлы есеп, бірақ та оны өте ыңғайлы қылу үшін тағы да 1-2 гол керек әрине. Сондықтан да қорғанысқа, яғни жатып алуға Томас Тухельдің қателігін жасауға әлі ерте. Тағы да ойыншылар алмасып жатыр. Қосшы командасы әзірге бірнеше өзгерістер жасады, ал Көктал болса осы құраммен нәтижені жақсартуға тырысады. Әрине барынша шабуылға бағытталған схема және ойыншылар шығарған. Мінекей 1-4 ойыншының ортасынан өте шығып пас берген. Бұл қателеспесем Қойшекем Денислам болу керек. Денислам өте керемет. Бізге паш еткен еді, алайда ол нәтижесі аяқталды. Ал қазір доп Қосшыда. Қосшының жігіттері Озат Қасиет. Доп әлі де Озат Қасиетте. Озат не істейді екен? Қасиет Озат. Ол озалама. Қосшының жігіттері барынша есепті 3-0-ге жеткізуге, әрі есеп тіркеуге тырысып жатыр. Себебі олар түсінеді әрине 2 голдың аз екенін. 2 гол тағыдай там қайталай берем. Өте қауіпті есеп. Себебі ойыншылар 2 голдың кезінде, яғни 2-0 деген есеп кезінде немесе 3-1
4-2 деген есептер болған кезде өздерін еркінсініп концентрациясын жоғалтады. Ал дәл сондай сәтте қарсылас есепті 2-1 қылса, сенің концентрацияң кетіп қалған, ал қарсыласта яғни одан да әрі шабуылын күшейтуге мотивация бар. Мотивация пайда болады. Сондықтан да дәл сол ереже қайталанбау үшін есепті еселеу керек. Ал ойын қызық бола түскісі келсе, яғни қызық болған қаласақ, әрине біз дәл сол ереженің қайталанғаны бізге керек әрине. Себебі 2-0-ден гөрі 3-0-ден гөрі 2-1, 2-2 деген есептер әдемірек сияқты. Яғни екі команда да мықты ойын көрсетіп жатыр, алайда есеп бәрін көрсетіп тұр. Қосшы жігіттер алда. Көкталға шабуылда жұмыстану керек. Мүмкін бірінші турдағы 7 голдан кейін бұл ойыншылар шабуылда бірдеңе өзгерту керектігін түсінбеген шығар мүмкін. Және осы ойын оларға жақсы сабақ болатын шығар деп сенеміз. Және келесі ойындарда өздерінің қателерімен жұмыс жасап, шабуылдарын күшейтіп, яғни соңғы фазадағы, яғни аяқтауды, гол соғуды, соққы жасауды одан әрі мықтырақ ете түссе, келесі турларда бұл жігіттер одан да мықты болып, яғни қазіргіден де 2 тіпті 3 есе мықты құрам ретінде оралатыны сөзсіз. Ең бастысы сол қателіктермен жұмыс жасай білу керек. Яғни жалпы командалардың әлеуметтік желілерінен көріп отырғанымыздай, олар әрдайым жаттығулар жасайды, аптасына кем дегенде 1-2 рет жиналып футбол ойнайды, жаттығуларға қатысады. Ал бұл дегеніміз олардың біліктілігін, мықтылығын арттыратыны сөзсіз. Ал қазір ойыншылар алмасуда, төреші шағын ғана үзіліске рұқсат берді. Оң жақ қапталмен қорғаныстан шығып көреді қосшы командасы, алайда пас өткенімен бұл пас қорғаушыларға қиын соқпады. Және де Көктал командасы топ тартып алып білді және өте тез қаптал ауыстырды. Ендігіде оң жақ қапталмен Көктал өзінің жаңа шабуыл легін бастайды дегім келген, алайда өте тез топ жоғалтып ала білді. Қалай тартып алды? Дәл солай жоғалтып алды. Қосшының кезекті шабуылы, сол жақ қапталмен шабуыл болып жатыр, алайда жоқ, шабуыл аяқталмады, екінші темппен жалғасады. Озат Қасиет допты жоғалтып алды. Ендігіде Ербеке Ербол қарымта шабуыл бастап жатыр. Сол жақ қапталмен шабуыл, соққы, қақпашы қайтара білді. Соққы бола ма тағы? Орталыққа пас, алайда бұл пасқа бірінші болып қорғаушылар жетті. Өте керемет мүмкіндік болған есепті қысқартуға, бірақ та Ербеке Ербол бұл сәтті пайдалана алмады. Нәтижесінде бар болғаны бұрыштамамен команда шектелді. Бірақ та осы бұрыштамадан мүмкін есеп қысқарып қалар. Бәрі әлі алда. Яғни әулете асырылған пас, доп Көктал командасында әлде қорғаушыдағы ойыншылар естеткен. Ешқайда асықпайды, ар жаққа берді, алғаре асырды. Шабуылда кім бар? Шабуылда адамдар болғанымен, бұл жерде қосшының қателігі. Ербеке Ербол, доппен не істейді екен Ербол? Ербол қорғаушыларға пас. Алайда бір ойыншыдан өткенімен екінші ойыншыдан өте алмай доп жоғалтып жатыр. Ал қазір ереже бұзылды. Озат Қасиет. Озат Қасиетке қарсы ереже бұзылып
Қосшы командасы допты айып-добынан қосуға мүмкіндік алды. Бірақ та допты өте тез жоғалтып алған бұл команда шабуылын бастамай жетіп аяқтады. Мінекей доп Сайлауов Ерке болады да, қателеспесем. Ерке болады ешқайда асықпайды. Доп көкталда оң жақ қаптан шығуға тырысады. Бірақ та оң жақ қаптанмен шығуға тырысқан кезде доп жоғалтып алып жатыр. Білмеймін неге екенін, бірақ та бүгінгі ойынның алдында Көкталдың жігіттері сол аяқпен тұрған секілді ұйқыдан. Әзірге ойындар жүрмей жатыр. Бірінші турдағы керемет шабуылды көре алмай жатырмыз өкінішке қарай әзірге. Сол жақтан, яғни сол жақ қапталдан шабуылда шығуға тырысқан көкталдық жігіттер, бірақ та ештеңе жасай алмады. Және Қосшының жігіттері жайған алғари асыра салды. Бірақ ендігіде байқап тұрғанымыздай Қосшы шабуылға қатты мән бермей қорғанысқа бар күшін салғандай. Себебі қазір алаңға қарайтын болсақ, шабуылда небәрі бір-ақ ойыншы жүр. Ал басқа ойыншылар орталық шепте және қорғанысқа көңіл бөлгендей. Қосшының сол жақ қапталмен шабуылы жақсы айып-добының айып алаңына берген пас еді, бірақ та бұл пас өз адресіне жете алмады. Себебі жаңа айтып кеткендей көп ойыншылар қорғанысқа көңіл бөліп жатыр деген келген. Ал қазір Көкталдың қорғаушылары өз қақпасына қарай соққы жасап абырой болғанда гол кірмеді. Бұрыштама добы Қосшы командасы орындайды. Тіпті, мінекей Көкталдың жігіттері тәуекелге барып, шабуылда бірден 2-3 ойыншыны қалдырып қойды. Және осы ойыншылар мүмкін есепті қысқартатын шығар. Тәуекел ету керек. Бәрі қорғанысқа қайтатын болса, қорғаныста адамдар көп болатын сөзсіз. Алайда шабуылда жаңағыдай бірінші таймдағыдай ешкім болмай, шабуыл өте ерте аяқталады. Сондықтан да Көкталдың жігіттері осындай тәуекелге барып жатыр. Бірақ бұл тәуекел, яғни қателікті кешірмейді. Себебі қорғанысындағы ойыншылар қарсыластың шабуылшыларының аз. Ал шабуылда әзірге ештеңе бітірмей жатырсыңдар. Ал қазір Қосшы командасы өте ауыр ереже бұзған. Бірақ та ереже бұзған ойыншы өзі де жарақат алып қалған секілді. Мүмкін оның сары қағазы болғандықтан актерлік шеберлігін қосып жатқан болар. Бірақ та егер төреші дұрыс шешім қабылдайтын болса, бұл фолға сары қағаз көрсетілу керек. Және бұл сары қағаз фол жасаған ойыншымен қателеспесем Озат Қасиет болу керек. Яғни алғашқы голдың авторы қызыл қағаз алып ойыннан, яғни алаңнан қуылу керек. Бірақ төреші әзірге бәрін кешіруде.
Әлде ереже қасиет озатқа қарсы бұзылды ма? Иә, төреші солай санайды, яғни доп қосшыда. Маған бір қарағаннан керісінше. Яғни қызыл жейдедегі ойыншы ереже бұзғандай көрінген, бірақ та қақтығыстың соншалықты жақын болғандығынан төреші яғни бәрін өте жақсы позициядан көрді. Соққы бола ма екен? Соққы, және бұл соққы қақпадан сәл ғана биік кетті. Сол жақ қапталмен жаңа шабуыл. Ендігіде Көктал командасы есепті қысқартқысы келеді әрине. Екінші таймның аяқталуына небәрі 25 минут қалды. Тіпті 25 минуттан аз уақыт қалды. Сондықтан да тым болмағанда 10 минутта бір гол салып үлгерсе, әлі де ойынды құтқарып алуға уақыт бар. Ал қазір Қосшының жігіті шабуылшысы ойыннан тыс қалды. Мінекей ойыншылар да ауысып жатыр. Көктал командасы шабуылшыларды ауыстырып жатыр. Көкталдықтар допты ойынға қосқанымен неге екенін білмеймін. Әр сәт сайын допты өте тез жоғалтып алып жатыр. Бұл ұжымға бүгін не болды екен? Өте мықты команда еді. Мінекей Қосшының жақ қаптал, яғни оң жақ қапталының шабуылы, Көкталдың сол жақ флангы, Қосшының оң жақ флангы арқылы жаңа шабуыл басталған еді, бірақ та бұл шабуыл бұрыштамаға ғана ұласты. Мүмкін осы бұрыштамадан гол болады. Бүгінгі ойында аты ең жиі айтылған ойыншылардың бірі Озат Қасиет бұрыштаманы көтереді. Бірақ тағы да осы тенденция ешқашан тоқтамайтын сияқты. Озат Қасиет бұрыштаманы көтереді және Қапсаттаров Нығметолла өткен аптада үздіктер құрамына түскен бұл ойыншы сенімді түрде допты қайтара біліп жатыр. Ал енді Көкталдың қарымта шабуылы. Оң жақ қапталмен өте жылдам спринттен жүгіріп келе жатқан ойыншының атын көре алмай тұрмыз, бірақ та жақсы спринт жасаған, бірақ өз алаңынан, яғни өзінің алаңының бөлігінен шыға салған сәтте доп жоғалтып алды. Ендігіде Қосшы командасы кезекті шабуылға шығады. Алпыс 7-ші минут, 68-ші минут тіпті. 20 минут қалды. Минутта 20 минутта 2 гол соғуға әлі мүмкіндік бар. Мен әлі де бұл ойынның қызығырақ өтетініне сеніп отырмын. Ал қазір ереже бұзылды, сары қағаз көрсетілді, бірақ нақты кімге көрсетілгенін ұмытып тұрмыз. Себебі мән бермей қалдық төрешінің сары қағаз көрсеткен сәтіне. Қосшы командасы допты ойынға қосқан, соққы және бұл гол! Есеп 3-0. Есепті осылайша күтпеген сәтте еселемеген, кешірім сұраймын, 3-0-ге жеткізген Қосшының жігіттері қарсыластың
дайын болмағанын сәтті пайдалана білді. Соққын жасаған. Соққан сол жақ вингер. Қазір номерінде айтамыз. Себебі кішкене көрмей қалдық. Өте керемет гол болды. Және бұл голды қайталап Көктал командасы бүгінгі ойындағы алғашқы голын соқты. Есеп 3-1. Голды соққан 23 номерлі Көкталдың ойыншысы. Жақанов Ерболат. Өте керемет гол. Есеп осылайша 3-1-ге жетті. 10 гол көре алмасақ та 4 голдың көріп үлгердік. Ойын әлі аяқталған жоқ. 20 минут бар деп 3-ші рет пе 4-ші рет айтып жатырмын. 20 минут аяқталмай қойды деген шығарсыздар сіздерде. Бірақ та дәл осы 20 минутта тағы голдар көретін сияқтымыз. Соққы, алайда бұл соққы голға айналған жоқ. Енді Көктал кімге берді? Кімге? Сол жақ қапталдан ол кімді көрді? Неге сондай соққы жасады? деген сұрақтар әрине туындайды. Және осы сәтте есепті қысқарта алғанда, жаңағы қарымта шабуылда есепті қысқартқанда мүмкін сол пас дәл берілгенде 3-2 деген есепті көріп, одан да әрі қызық ойын болар ма еді? Ал қазір Қосшының жігіттері бірнеше ойыншыларын алмастырып жатыр. Жаңағы 3-ші голдың авторы 96 номерлі ойыншы шабуылшы Ботбаев Арлан. Керемет баспен соққы жасап гол салды бұл ойыншы. Ал қазір орталық шепте ереже бұзылған екен. Доп Көкталда. Көктал не істейді екен? Тез бастап кетеді ме ойыншылар? Барынша тез бастап кетеді дұрыс деп шешті. Мінекей 3 ойыншыны алдап келді Денислам. Денисламның пасы алайда Қойшекен Денисламның пасы өзінің ойыншысына жетпеді. Ал қазір бұл Қойшекен Денислам ережені бұзып сарғағаз еленді. Төреші оған сарғағаз көрсетті. Бүгінгі ойында 9, тіпті 10 сарғағаз болған сияқты. Оның 7-еуі бір сәтте берілді. Жаңа бірінші таймның соңында қақтығыс кезінде, 2-еуі екінші таймда, тіпті 3-еуі берілген сияқты екінші тайм және бірінші таймның, яғни ойын барысында да бір сарғағаз көрсетілді. Және рекорд қояйын деп жатқандай құдды бір. Ал қазір Наурызбай Қанатұлы Марадона сияқты қолмен гол салғысы келген, өзінің алдына қолмен доп түсіріп алуға тырысқан. Бірақ төрешіміз бұны көріп қойды. Ендігіде доп Көкталда. Көктал алайда тағы да ағайын бастан қателесіп жатыр. Футбол сондай ұсақ түйек нелерден құралады. Әрбір пас, әрбір концентрация, әрбір секунд маңызды бұл ойында. Барынша концентрацияны, барынша ойынға деген көзқарасты бұзып алмай 90 минут бойына 100% жауапкершілікпен ойнау керек. Пасты да нақты беруге тырысу керек. Статистика бойынша жалпы бір ойыншы 90 минуттың ішіне 1,5 минут қана допты ұстайды екен, допты өз иелігінде ұстай алады екен. Және сол 1,5 минуттың ішінде барынша қателеспеуге тырысқан ойыншылар ғана биіктерден көрініп, үлкен алып жетістіктерге жетеді екен. Сондықтан да барынша доп саған келмей тұрып,
осыдан кейін қандай шешім қабылдайтыныңды, не жасайтыныңды шешіп қойған дұрыс. Ал қазір қосшының кезекті шабуылы. Алайда бұл шабуыл нәтижесі аяқталды. Есеп әлі де 3-1. Ойынның 75 минутына да келіп жеттік. Аяқталуына небәрі 15 минут қалды бұл ойынның, және 15 минутта гол көреміз бекен. Ербеке Ербол екі ойыншыны алдады, алайда оған қарсы ереже бұзылған. Телефон на зарядку есть? Поставить можно? Говорите, делайте, Айыпдобы Дінислам Көпжегей. Кешірім сұраймын. Дінислам Қойшекен айыпдобын орындаған. Алайда бұл пасы сәтті болмады. Бірақ доп әлі Көкталда жеңіп келген, бірақ та допты мен айтқан бойда жоғалтып алды. Енді қосшы командасы сол жақ қапталмен шабуыл. Соққы бола ма? Соққы! Алайда бұл соққыны Ақбаш қайтара білді, бірақ доп әлі де қосшыда. Және бұл гол! Озат Қасиет есепті 4-1-ге жеткізді. Дубль автор атанды бұл ойыншы. Бұл ойыншы бүгін төбелесіп үлгерді, соққы жасап, голдар салып та үлгерді, сарғағаздалды, құлады, бәрін жасады. Енді тек нәтижелі паспен жеңу ғана қалды. Есеп 4-1. Көктал командасы осылайша 2 емес 3 гол қарсыласынан қалып келе жатыр. Екінші турдағы сенімді жеңісіне жетуге сәл ғана қалды. Естеріңізге сала кетейін, өткен турда дәл осы қосшының жігіттері ауыл командасын 4-1 есебімен жеңген. Мүмкін дәл сол есеп қайталанатын шығар, трендке айналатын шығар. Оны ойынның қорытындысы бойынша айта аламыз. Әзірге 77-78 минут көріп жатырмыз бұл ойынды. Және осы 78-80 минут дей салайықшы, осы уақыттың арасында, осы уақыттың ішінде қосшының жігіттері 4 гол соғып үлгерді. Керемет ойын, айтарға сөз жоқ. Голдар жоқ емес, өте көп. Бірақ бүгін қосшының жолы болмай жатыр. Кешірім, қосшы емес, Көкталдың жолы болмай жатыр. Қосшының керісінше жолы болды, және үйлеріне керемет көңіл күймен кететін сөзсіз. Бірақ тек қана қосшы емес, Көкталда жақсы көңіл күймен кетеді әрине, себебі бұл жерде ең бастысы жеңіске жету емес, 90 минут бойына, яғни футбол ойнап, өзінің жақын достарыңмен осындай жақсы ортада уақыт өткізу екенін ұмытпайық. Турнирлік кесте екінші орында, бірінші ойында әрине бұл достық. Соны ойыншыларымыз түсінетін де шығар, себебі бәрі 5 күн, 6 күн жұмыс жасап, 1-2 күн демалысында осылай кішкене көңіл көтергісі келеді. Және футбол алаңында көңіл көтеру өте керемет сезім сыйлайды. Один вот вперед. Один вот, да, 3 игрока. Они могут быть соперники. Желательно выберите одного защитника. А то я сондықтан да футбол достықтың мекені деп бекер айтпайды. Жаңағы алғашқы таймда қақтығыстар ол жай ғана алаңның ішіндегі түсініспеушілік шығар, бірақ ойын барысында, ойыннан кейін керісінше бәрі бір-бірімен дос болып,
қол алысып үйлеріне бірге қайтатыны мүмкін, кешке финалды бірге көрулері де мүмкін. Әні міне дегенше ойынның аяқталуына 10 минут қалды. Тіпті 10 минуттан да азақ қалған сияқты. Қазір Қосшының кезекті шабуылы. Есеп 5-1 бола ма екен? Жоқ. Қорғаушылар дайын болды және тағы да үзіліс. Ойыншылар алмасып жатыр. Oyuncular almasты, төреші сықырды. Ендігіде Қосшы тағы да бір шабуыл бастап көруге тырысып жатыр еді, алайда көктер тартып алды топты. Бірақ тартып алған сол еді, бір пастан кейін топты жоғалтып алды. Ауттан допты ойынға Қосшының жігіттері қосады. Гол, как он что, не будет? Қосшы сол жақ қапталмен, Көкталдың сол жақ қапталмен шабуыл жасаған, ал қазір өзінің сол жақ қапталына допты жеткізе білді. Не істейді екен? Ал қазір пенальтиге ұқсаған, бірақ та төреші ешқандай ереже бұзылмады дейді. Сондықтан да ойын жалғасады, доп Көкталда. Көкжиделі жігіттер оң жақ қапталмен шабуыл жасап жатыр еді, бірақ бұл шабуыл голмен аяқталмады. Ендігіде Қосшы жаңа шабуыл бастайды. Топ әлде Қосшыда, оң жақ қапталмен керемет шабуыл. Алайда соңғы сәтте қорғаушылар топты тартып ала білді. Бұрыштама добы Қосшы командасы орындайды. Ал нақтырақ айтатын болсақ, Озат пас берген, жермен үй тапсырмасын орындауға тырысқан, бірақ та Көкталдың жігіттері бұл үй тапсырмасын кітапша оқып қойды да доп тартып ала білді. Ербеке Ербол орталық шепте сол жақ қапталға пас. Доп қайтадан Ерболда, Ербол не істейді екен? Бірақ та жігіттер офсайдта, яғни ойыннан тыс қалып қойған екен. Осылайша доп Қосшыға өтті. Ешқайда асықпайды. Ай. Көктал командасы айыпдобын көтереді, алайда фол жасаған ойыншы арқасына ауыртып алған секілді. Қарсыласының үстінен шығып кетуге сәл ғана қалды. Көктал командасы мінекей сол жақ қапталмен шабуыл бастауға тырысқан, бірақ та шабуыл нәтижесі аяқталды. Ал төреші өзінің уақытына да қарап қояды және де ысқыруға дайын. Осылайша 90 минуттың қорытындысы бойынша есеп 4-1. Қосшы командасын жеңісімен құттықтай беруге де болатын шығар. Ойын аяқталды. 4-1 есебімен Қосшы осылайша бүгінгі екінші турдың алғашқы ойынында жеңіске жетті.